Қараңдар оқушылар, индустрияландыру дегеніміз не? Өте оңай. Жестан кейін 1925 жылы ауыр өнеркәсіпті дамытуға арналған бағдарлама. Индустрияландыру деп аталады. Яғни Қазақстанда пайдалы кен орындары зерттелді, және де әртүрлі кәсіп орындар ашылды. Осы бізде индустрияландыру деп аталады. 1925 жылы 14-ші съезде біз индустрияландыруға көштік. Кеттік, супер. Енді бізде индустрияландыру кезінде Түркістан Сібір темір жолы салынды. Түркістан Сібір темір жолы 1927 жылы салынады. Бұл темір жолдың негізгі мақсаты солтүстіктегі Сібір мен Орта Азияны байланыстыру. Қазақстан жеріне жұмысшы тап өкілдері келеді, Ресейден, Украинадан, Беларусиядан, және оларды алып келу үшін бізде Түркістан Сібір темір жолы салынды. Түркістан Сібір темір жолы оқушылар ұбытыда кейде түрксіб деп те сұралады. Индустрияландыру бұл ауыр өнеркәсіптің дамуы, завод фабрикалардың салынуы, и одан кейін пайдалы қазба кен орындарының зерттелуі. Осы бізде индустрияландыру деп аталады. Еш қиындығы жоқ. Қазір тақырыптың ішіне терең ену арқылы ары қарай ақпараттарды түсініп кетесіңдер. Индустрияландыру бұл ауыр өнеркәсіп. Осы қараңдар, бізде Түркістан Сібір темір жолының салынуына ықпал еткен Тұрар Рысқұлов, және де бұл темір жолды салуға Ресейден, Украинадан, Орталық Азиядан жұмысшылар алып келеді. Түрксіб темір жолын 100 мыңға жуық жұмысшы салған болатын. Бұл темір жол қараңдар 1927 жылы салынып бастайды. 1931 жылы салынып бітті. Түрксіб темір жолын салуға басшылық еткен кімдер деп ұбытыда сұраса, Тұрар Рысқұловты айтасында, және Мұхамеджан Тынышбаевты белгілейсіңдер. Так. Түсінікті болды ма? Осыған дейінгі ақпараттар түсінікті болса, чатқа плюс белгісін басып кетсеңдер болады. Ертең осыған қатысты біз бұйырса нағыз ұбытыда келіп жатқан слив сұрақтарын талдайтын боламыз. Түсінікті, супер, кеттік. Ары қарай жалғастырайық. Түсінбеген оқушылар болса, сұрақтарында қойсаңдар болады. Чатта максимально өте көп оқушы отыр. Бірінші көрген сұрақтардың барлығына жауап беретін боламын. Бұл оқушылар өте күрделі тақырыптар, мен сендерге сразу айтайын. Бұл қазақ хандығы, түрік қағанаты, түргеш қағанаты деген секілді оңай тақырыптар қатарында емес. Бұл тақырыптарды даже курста оқып жүрген оқушылардың өзі түсінбей өтеді. Мен максимально сендерге қарапайым тілмен түсіндіруге тырысып жатырмын. И вот, қараңдар, индустрияландыру кезінде бізде пайдалы қазба кен орындар көп зерттелді дедім ғой. Қаныш Сатпаев келеді. Дәл осы тақырыпта. Қаныш Сатпаев кім? Ол Қазақтан шыққан тұңғыш академик және геолог. Геолог дегеніміз бұл пайдалы қазба байлықтардың қай жерде бар екендігін зерттейтін арнайы ғылым саласы. Қаныш Сатпаев индустрияландыру кезінде не істеді оқушылар? Ол жезқазғанда мыс кен орындарының өте көп екендігін дәлелдеді. Теміртау қаласында завод салу керек екендігін Сатпаев дәлелдеді. Және Қаныш Сатпаевтың бастамасы бойынша бұл қаңтар ұбытты келіп жатыр. Дәл осы бөлік Маңғыстау, Мұғалжар, Торғай өңіріндегі пайдалы кен байлықтары зерттелген болатын. Қаныш Сатпаев Қазақ КСР ғылым академиясының тұңғыш президенті 1946 жылы. Бұл басқа тақырып, бірақ Сатпаевқа қатысты бұтта өте жиі келетін ақпараттардың бірі. Енді индустрияландыру кезінде не болды десе, біріншіден әртүрлі кәсіпорындар салынды, екіншіден Қаныш Сатпаев бөлек тақырып ретінде жүреді, үшіншіден Түркістан Сібір темір жолына қатысты осы ақпараттар ұбытыда сұралады. Маған осы жердегі соңғы сұрақ, Түрксіб темір жолын салуға
басшылық етті деген келді қаңтар ұбт-да дейді. Я, бұл нағыз ұбт-да да, қаңтар ұбт-да да өтте жиі келетін сұрақтардың бірі. Сол үшін әр презентацияны скрин жасап, конспект жасап отырыңдар. Сұрақтарың болса, оқушылар қойып алсаңдар болады. Яғни азамат соғысы дегеніміз бұл бір елдегі екі топтың билікке таласуы. Одан кейінгі жест дегеніміз азамат соғысы кезінде құлдырап кеткен, әскери коммунизм кезінде құлдырап кеткен экономиканы қалыпқа келтіру. Индустрияландыру дегеніміз завод фабрикалардың салынуы, темір жолдардың салынуы, пайдалы қазба байлықтардың зерттелуі. Яғни әр кезеңде белгілі бір нәрсеге фокус қойылып жатыр да. Әскери коммунизм саясаты кезінде адамдардан көп мөлшерде салық алды. Жаңа экономикалық саясат кезінде тұрғындардың өмір сүру деңгейін жақсарту үшін салық мөлшерін азайтты. Жест бітті, жесттен кейін индустрияландыру басталды. Индустрияландыру кезінде жаңағы мен айтып өткен бөліктерді дамытты. Осылайша бізде индустрияландыру кезінде Қазақстанда заводтар көп салынды, оқушылар. Балқаш мыс балқыту заводы, Шымкент қорғасын заводы, Меркеде, Жамбылда қант зауыттары салынды, Ақмолада ет комбинаты салынды, Риддер, Зырянов қалаларында, бізде Шығыс Қазақстанда полиметалл комбинаттары салынған болатын. Индустрияландыру кезінде, оқушылар, бізде жалпы 700-ге жуық кәсіпорындар іске қосылды. Осы кәсіпорындарда жұмыс жасау үшін адамдардың барлығы қалаға ағылды. Яғни индустрияландыру кезінде, оқушылар, урбанизация көбейді. Қала тұрғындарының саны көбейген болатын.